Эфирде кинобизнестің кезекті саны. Алдағы 25 минутта біз әдеттегідей киноиндустрияның негізгі жаңалықтарымен таныстырып, аптаның басты премьераларының бірі Малефисента фэнтезінің отандық прокатқа қазақ тілінде де жол тартатын циквелі туралы айтамыз. Сөйлем алаңында Алмас Тоғай бүгінгі бағдарламада. Анджелина Джоли мен Эль Фаннин қазақ тілінде кімнің даусымен сөйлейді? Рене Зельвегер Джуди биографиялық драмасында. Қазақстандық актер Сануржан Сүлейменов Дети моря анимесінің басты кейіпкерін дыбыстады. Ресейлік сценарист және продюсер Андрей Чеважевскийдің эксклюзивті сұхбаты. Қазақ фильм киностудиясында Асқар Бейсенбинің режиссерлігімен біздің сүйікті дәрігер 2 атты ең алғашқы қазақстандық мюзиклдің қиын сахналары таспаланып жатыр. Бұл картина Шәкен Аймановтың 1957 жылғы әйгілі музыкалық кинотуындысының жалғасы болып табылады. Дорогой доктор, позвольте мне сказать вам от всей души ваши же слова. Радовать человеческое сердце так же важно, как и лечить. Браво! Қазақ фильм павильондарында тұрғызылған декорациялар аясында 3 минуттық сахна арнайы бір кадрлы түсірілім технологиясымен таспаланады. Бұл эпизод фильмнің ең есте қалатын сәтінің бірі болмақ. Сахнада басты кейіпкерлер мен 60-тан аса бишілер атсалысады. Олар 2 айдың жүзінде би қимылдарын арнайы үйренген. Биылғы жылға бар жоғы 10 түсірілім күні жоспарланған. 2020 жылдың мамыр айында түсірілім жұмыстары өз жалғасын табады. Қазақстандықтар бұл фильмді 2021 жылдың көктемінде тамашалайтын болады. Жаңа доктор Дулитл болып кіші Роберт Дауни ойнайды. Желіде 14 жылдан бергі Марвел кино әлемінен тыс алғашқы кино туындысы ретінде елесінде қалатыны сөзсіз. Өзінен көрерменді керемет пейзаждар мен шынайы жануарлардың күтіп тұрғанын аңғарасыз. Режиссерлік тізгін Стивен Гейганға бұйырған. Ол Трафик фильм арқылы көпшілікке танымал және Стивен Содербергтің Сириана картинасын қойған маман ретінде белгілі. Фильмнің еліміздегі тұсаукесері келесі жылдың 20 ақпанға жоспарланған. Толық метрлі мұзбалақ фильмі Неміс анимациялық фильмдер институтының 24-ші халықаралық балалар және жасөспірімдер фильмдері кинофестивалінде үздік анимациялық фильм номинациясын жеңіп алды. Мұзбалақ картинасы тағы құсты қолына үйреткен адам жайлы туынды. Негізгі идея құс пен оның иесінің арасындағы достықты көрсету. 2D анимация бойынша ерекше жұмыс. Disney және Pixar анимациялық әлемнен тыс ашылған жаңалық делінген фестивальдің қорытынды релизінде. Фестивальді Саксондық балалар және жасөспірімдер фильмдері институты ұйымдастырған. Бұл жолы кино бәйгеде 52 елдің 233 картинасы ұсынылған екен. Біздің картинамызды Еуропада үздік анимациялық туынды деп танығаны қуантады. Ұжым болып күндіз-түні көз ілмей еңбек еттік. Картина халқымыздың тарихы мен мәдениетінен сыр шертеді. Сондықтан шетелдік көрерменге қызықты болды деп санаймыз. Қолдау жасаған Қазақ фильм киностудиясы мен Мәдениет және спорт министрлігіне алғыс айтамыз. Мұзбалақ басқа да жүлделерге ие боларына сенемін деді өз сөзінде фильм режиссері Тұрдыбек Майдан. 5 жыл бұрын сенен айырылып қалдым ба деп ойлап ем. Екеумізді ешқандай қарғыс ажырата алмайды. Маған тұрмысқа шығасың ба? Иә. Disney студиясы мен Кариб теңіздің қарақшылары блокбастерінен танылған норвегиялық қойшы Хоаким Ронинг басты рөлде Анджелина Джоли ойнайтын Малефисента фэнтезінің жалғасын ұсынды. Трейлерге қарап, зұлым күшкеге Анджелинаның кейіпкері қаһарлана түскенін байқауға болады. Тоқта! Таңымның шырқын бұзба. Малефисента фильмінің бірінші бөлімі 2014 жылы қазақ тіліне аударылған 8-ші голливудтық әрі қос тілде прокатқа бірдей жол тартқан жоба атанды. Қазақ тіліне голливудтық картиналарды көркем түрде дубляждау 2011 жылдан бері жүзеге асып келеді. Ертегінің сиквелі Малефисента түнек әміршісі мемлекеттік тілге аударылған 32-ші фильм. Лентаның кастингіне Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласынан 50-ден астам актерлер қатысқан.
Қазақша дубляждау жұмысының режиссері Назерке Леспекқызы. Анджелина Джоли қазақ тілінде актриса Гүлназ Әуесбаеваның дауысымен сөйлеген. Дыбыстау ол екінші ойнап шығу деп айтады ғой. Әрине бұл кәдімгідей оригиналды түрде ойнаудан ерекшеленеді. Дегенмен де әр актердің сезімін, сон басынан аяғына дейінгі оқиғасын алып шығу, ол да бір ойнап шығумен тең. Ештеңе істеген жоқпын. Аврора, дәл қазір қайтамыз. Гүлнар Құрманбекова Эль Фаннингтің орындауындағы ханшайым Аврораны дыбыстады. Жасап жатқан кезде көзіңе жас келеді, күлесің, ананың басқа өзіңнің персонажыңды жасап жатып, басқа персонаждың жаңағы ішкі тебіренісі, толқынысы екі есе беріледі. Сол жағы өте қатты ұнады. Сен беді деп ренжіме. Сенің кінәң жоқ. Соғысты тоқтата аламыз. Оның басқа жолы бар. Ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, театр және кино актрисасы Алтынай Нөгербек болса, Мишель Пфайфер сомдаған Ингрид Патшайымның дауысымен сөйлей. Біріншіден менің кейіпкерім Ингрид Патшайым. Басында әрине өте жағымды, сүйкімді патшайым болған мен, оның барлық айласы, ішіндегі жоспарлары фильмнің соңына қарай ашылады, және ол тіптен жағымды емес, жағымсыз кейіпкер болып шығады. Сондай рөлдерді дыбыстау әрине мен үшін актриса ретінде өте бір қызықты тәжірибе болды. Мынаны қамаңдар. Соғыс басталды. Отандық көрермендер биылғы жылы қазақ тіліне аударылған тағы бір туындымен қауышады. Бұл 28 қараша күні тұсауы кесілетін «Мұзды өлке» 2 мультфильмі. Ресми дубляждау жобасына сай, еліміздің 100-ден аса актері Walt Disney Pictures студиясының дыбыстау қорына енгізілген. Қазақ тілі Walt Disney Pictures компаниясының тарихындағы түрікшеден кейінгі дубляждалған екінші түркі тілдес және әлемдік 39-шы тіл атанды. Сондай Голливудтың ТМД мен Шығыс Еуропаға бағытталған 7-ші негізгі тілі болды. Сен тамаша жұмыс атқардың. Бұл қызды өсіру үшін тіпті болмысыңа қарсы шықтың. Бірақ енді ол өз анасының махаббатына бөленеді. Бүгін кешке Аврора менің қызым екенін жария етем. Ешқандай одақ құрмаймыз, ешқандай тойда болмайды. Диснейдің ұйқыдағы ару ертегісі негізінде таспаланған Малефисентаның бірінші бөлімі 2014 жылы жарық көрген болатын. Картина әлемдік прокаттан $758 миллион, ал қазақстандық айналымнан $1 миллионнан аса доллар жинап, жоғары көрсеткішке қол жеткізді. Фильмнің оқиғасы түпнұсқадағы оқиғалардан кейін бірнеше жыл өткеннен кейінгі сәттерді суреттейді. Аврора ханшайым өз теңін тапса да, Малефисента оған мүлде қарсы. Оның пайымынша махаббат өмірде атымен жоқ сезім. Бірақ Аврора Малефисентаны жігіттің ата-анасымен танысуға көндіреді. Дегенмен бұл жүздесу сәтсіз аяқталып, адамдар мен сиқырлы тіршілік иелері арасындағы кезекті соғыс өрті тұтанады. Сиквелді таспалау үшін бізге өте жақсы сценарий керек болды. Екінші серияны бірден түсіруге мүмкіндіктің болмағаны да сондықтан. Біз Малефисентаның ғана емес, барлық кейіпкерлердің де тарихы дұрыс екеніне көз жеткізгіміз келді. Нәтижесінде бізде анасы мен қызының арасында ерекше қарым-қатынас пайда болды. Жарайды, жақсы. Осы кезде Енді менен жақсылық күтпе. Ертегіде Малефисента мен Ингрид Патшайымның арасындағы текетірес қана емес, франшиза ауқымының кеңейгенінде көрсетілген. Яғни көрермен қауым Малефисентаның мүйізді әрі қанаты бар жаратылыс иелерінің жалғыз өкілі еместігін көреді. Бұл тайпаның әлі талай таңғажайып жандары бар. Ты годами опекала человека. Пора взять под крыло и свой род. Студияның таяуда жарық көрген бейнеролигінен Анджелина Джолидің Малефисентаға айналған сәтін тамашалауға болады. Әйгілі түнек әміршісінің мүйізін ұстап тұрар конструкция мен бас кейіпкердің бет-пішінін ерекшелейтін әдістер видеода айқын көрсетілген. Малефисента түнек әміршісі шытырман фэнтези осы аптадан бастап үлкен экрандарда.
Америкалық актриса және әнші Джуди Гарлендтің өмірінің соңғы айлары туралы баяндайтын Джуди атты биографиялық драмасы осы аптада үлкен экранда тұсау кесілетін туындылардың қатарында. Өнерпаздың экрандағы образын Оскар сыйлығының егері Чикаго және Дневник Бриджит Джонс картиналарынан танылған Рене Зельвегер сомдайды. Мамандар бұл еңбек үшін актриса келесі жылы үздік әйел рөлі номинациясы бойынша Оскар алу мүмкін деп пайымдап отыр. Простите, что опоздала. Мисс Гарланд. Прошу, я Джуди. Я извиняюсь, но ваш номер ушел. Что значит ушел? Куда же он мог уйти? Ваш счет заморожен. Байопик Питер Квилтердің «Конец радуги» атты пьесасы желісімен түсірілген. Джуди Гарлендтің 17 жасында «Волшебник страны Оз» атты фильм-мюзикл жарық көрген сәттен атағы аспандаған еді. Фильмнің сюжеті Голливудтық аңыздың өлім алдындағы Лондонда концерт өткізуін қамтиды. Нельзя оставлять величайшую в мире певицу без бокала. Фрэнк Синатра здесь? Фрэнк Синатра велик, но он не Джуди Гарленд. У меня нет дома. Я даже не могу нанять управляющего. Лондон предлагает вам приличные деньги. Голос Лондона жаждет сотрудничать с вами. Хочешь сказать, я должна бросить своих детей, если хочу заработать достаточно, чтобы потом быть с ними? Я лучше останусь здесь. Байопикте Гарленттің 5-ші күйеуі Микки Динстің рөлін сомдаған Финн Вудроп және экранда актрисаның қызы Лайза Минеллиді сомдаған жас Джемали Девери бар. Картинаны театр режиссері Руперт Гулт қойған. Ол Шекспирдің ағылшын ақсүйектері жайлы шығармасына негізделген «Пустая корона» телехикаясымен танымал. Джуди музыкалық биографиялық драмасы осы аптадан бастап біздің прокатта. Вы же не забудете меня? Пообещайте. Қазақстандық прокатқа аниме жанрында түсірілген «Дети море» анимациялық фильмі шығады. Жобаның басты ерекшелігі ол беделді мамандар топтасқан командасы. Фильм композиторы жапониялық анимацияның классигі Хаяо Миядзакимен бірлесіп көптеген туындылар жазған Дзё Хисаиси. Кейіпкерлердің дизайнері әрі жоба режиссері әлемге әйгілі Наруто анимациясына тер төккен Канити Каниси. Мальчик был найден 10 лет назад на побережье Филиппин. Он как рыба в воде. Пошли! Куда? Скоро появится блуждающий огонек. Я хотел посмотреть вместе с Сора. А кто это? Мой старший брат. Дайсуки Игарасидің «Дети море» атты мангасының желісімен жасалған аниме Луки есімді кішкентай қыз жайында. Оның әкесі океанариумда қызмет етеді. Бір жолы океанариумге Уми мен Сору атты өзгеше балақайлар келеді. Олар теңізде туып өскен және ерекше күштің иелері. Осы сәтте әлем бойынша теңізде тіршілік ететін барлық жан-жануарлар аяқ астынан жоғалып кетеді. Теңіз тұрғындары енді өздеріне таңсық ортада өмір сүруге мәжбүр. Лука болса бұл іске жаңа достарының қаншалықты қатысы бар екендігін анықтап білуге құштар. Я чувствую внутри, словно водоворот. Твои глаза связаны с миром, далеким отсюда. Божества в обличии китов, мальчики, которые путешествуют сквозь время. Анимациялық туындыны аниматрица және первый отряд еңбектерімен белгілі студия жарыққа шығарған. Қазақстандық көрермен қауымға «Шестой пост», «Финансист игра на вылет» фильмдері арқылы таныс актер Сануржан Сүлейменов «Дети море» мультфильмінде басты кейіпкерді дыбыстаған. Я думаю, эта история как раз... Меніңше бұл оқиға Жапон тарихының ерекшелігін көрсетіп тұр. Оның өзіне ғана тән философиясы мен әдемілігі бар. И красотой. И надеяться, что простишь, потому что только здесь мой дом. Дубляж жасау ісінде отандық актерге блогер Арина Данилова мен музыкант Юрий Пак әріптес болыпты. Сануржанның сөзінше мультфильм кейіпкерін дыбыстау өз үшін жаңа бір биікті бағындырғанмен тең. «Дети море» атты анимені кішкентай көрермендер осы аптадан бастап үлкен экрандардан тамашалай алады. Вселенная повсюду. Даже в истории, которая может уместиться на твоей ладони. Кинобизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы сценарист әрі продюсер Андрей Чеважевский. Андрей, студиямызға қош келдіңіз. Андрей, вы сценарист,
Андрей, сіз сценарист болғандықтан әңгімемізді шығармашылықтан бастауды жөн көрдік. Көптеген режиссерлер өз фильмдеріне сценарийді өздері жазады. Біршама режиссерлер неліктен кәсіби сценарий жазушыларды жалдамайды. Олар фильмді жазып, әрі түсірем деп көтере алмас жүкті иығына артады. Объять-необъятное, написать фильм, снять его. Между сценаристом и Сценарист пен режиссердің арасында жақсы бір үндестік болуы тиіс. Алайда әркез мұндай жағдайға орын жоқ. Коэн тәрізді сценарийді өзің жазып, өзің таспалау, немесе Оло Чаплин секілді режиссер болу әркімге бұйырмайды. Ондай тұлғалар үшін бәрі оңтайлы, өйткені сен өз-өзіңе кеңесшісің. Дегенмен сценарий жазушылар мен басқа да көмекшілеріңді жалдап, жұмысыңды жеңілдете аласың. Тақырыптың өзегі әрі арқауы өзің болғандықтан таспалау жеңіл әрі жылдам. Қаржы жағынан да үлкен үнемдеу жасайсың. Мы знаем, что... Сіздің қоржыныңызда «На море» және «Мама дорогая» атты комедиялық туындылар бар екендігін де білеміз. Ол туындыларды мен өзге авторлармен бірлесе жаздым. Сонымен қатар «День до» атты жобаңыз да бар. Ақыр заманға дейінгі және ақыр заманнан кейінгі драма. Я, әлемнің жойылып кетуіне бір күн қалады және аспаннан метеорит құлайды. Сіздің ініңізбен жасаған дебюттік жобаңыз «На море» деп аталады. Басты рөлді сомдайтын Павел Деревянко. Ты думаешь, ты зачем здесь? Я? Кино писать приехал. Да? Да. Уверен? Да. Нет. Ты приехал сюда в кино сниматься в роли жениха-космонавта. В начале 2000-х годов Тимур Бекмамбетов, Юрий Грымов, Миша Хлебородов. 2000 жылдардың басында Тимур Бекмамбетов, Юрий Грымов, Миша Хлебородов секілді жарнама түсіруді бастаған режиссерлер өздерінің режиссер екендігін еске алып, кино түсіруді қолға ала бастады. Менің де інім олардан қай жерім кем деп, маған хабарласып фильм түсіргісі келетінін айтты. Сценарийді екеуміз бірлесіп жазатын болдық. Ол кезде мен оқитын журналистика факультетінде сценарлық шеберлік бойынша дәріс өтетінбіз. Деректі фильмді қалай түсіру керектігін оқығандықтан, егер сенің жобаңда хроника болмаса, кейбір сахналарды ойдан құрап жазуға болады. Документальный игровой. Ты можешь какие-то сцены вставлять, ну, как бы у тебя нет хроники, да? Актерлері де бар. Я, актерлерді де қатыстырасың. Мен ініме бірден жазуды ұсындым. Біз біреуін жазып түсірдік, екіншісін жазып таспаладық. Кейін бұл іс тоқтап қалды. Андрей, ініңіз Ярославпен жұмыс істеу мүмкіндігі болды ма? Ол Тимур Бекмамбетовтың «Елки» фильміне атсалысқан екен. Нет, меня не привлекали. Ну, там и без меня все было и понятно, и здорово. Но дело в том, что брат... Жоқ, мені шақырмады. Менің қатысуымсыз да бұл жоба тамаша таспаланды. Ең алдымен Ярослав менімен «Кук» атты драманы таспалады. Әжесімен бірге тұратын қыз жайындағы бұл картина расымен де қызықты туынды. Мен заманауи ресейлік және әлемдік фильмдерге өте сыни көзқараспен қарайтын адаммын. Менің ойымша ең жөні түзу фильм осыдан 20-30 жыл бұрын таспаланды. Қазіргі кино өндірістегі ахуалдан мен шошимын. Биылғы жылы барлығы Джокер фильмін өте тамаша шыққан деп қатты мақтап жатыр. Мен әзірше тамашалауға уақыт таппай жүрмін. Все просто там трясутся от того, какой это крутой фильм, но был же вот сейчас тарантиновский фильм. «Однажды в Голливуде» ше. «Однажды в Голливуде» ол өз алдына. Бұл фильм жайында не айтар едіңіз? Бұл фильмнің миыңды қайнататындай құдіреті бар. Режиссердің шын махаббатпен түсіргені соншалықты 3 сағатқа ұласатын картинадан бір сәтке де көзіңді ала алмайсың. Менің өз басынан өткен жағдай. Мүмкін біреулер мені ауру деп санайтын да шығар. Бірақ мен ол фильмді тамашалауға 3 рет бардым. 3 мәрте. Бұл фильмді сценарист ретіндегі көзқараспен тамашаладыңыз ба? Как по-другому не получается. Здесь, к сожалению, такая штука со сценарным делом. Ты когда начинаешь писать... Әрине, басқаша көзқараспен қарай алмайсың. Сен жазуға ден қойған жақта киноның тартымдылығы деген дүниені ұмыта бастайсың. Сен сценарист ретінде оқиға желісінің әр тұсын аңдып, өз болжамыңды жасап отырасың. Яғни сюжет сені таңғалдырады немесе бұрынғы ескі сарындағы желісіне қайта түсіреді. Ренжисің немесе қуанасың. «Однажды в Голливуде» фильмінің титрлары біткен сәтте көрерменге даярланған тағы бір тосын сыйы бар. Міндетті түрде көріңіздер. Все знают, что после титров «Однажды в Голливуде» тоже есть очень крутая пасхалка. Надо... Леонардо Ди Каприо ойнайтын сәт пе? Да, нет, не надо рассказать. Жоқ, мұны айтуға болмайды. Это тоже Леонардо Ди Каприо, да. Теперь поговорим немножко... Енді сценарист мамандығы жайлы сөз қозғасақ. Біздің көрермендер әрине киноны сүйеді, бірақ көпшілігі сценаристің жұмысы жайлы мүлде байхабар. Оның жұмысы неден басталады және қалай жүйелі түрде жалғасады. Басы, ортасы және аяғы дейтін 3 кезеңнен тұратын жүйе жайлы ашып айтсақ. Начало, середина и конец. Оның бәрін білу әрине маңызды.
Осы үш кезең дегеніміз не? Олардың ішінде не жатыр? Заход в историю, вы знакомитесь с героями. Но, как говорил Хичкок, или почти так, вот я скажу, как он говорил. Оқиғаға кіріспе, кейіпкерлермен таныстыру. Хичкок айтпақшы, фильм жер сілкінісінен басталып, ол қысым бір сәтке де толастамауы тиіс. Ең алдымен көрерменді баурап алу қажет. Егер бастапқы минуттарда көрерменді өзіңізге қарата алмасаңыз, олар фильмді нашар деп кетіп қалады. Хикаяға кірісетін шақтан бастап, тартымды әрі күллі оқиғаның тұздығы болатын дүниелер, яғни бұл кейіпкерлердің іс-қимылы. Мен қазір нағыз қарабайыр нұсқасын айтып отырмын. Потом обязательно и во время этого развития там, соответственно, с героем какие-то происходят перипетии. Я, понимаете, абсолютно правильно. Барлығы жинақы, я? Да. Это у нас как бы первый акт, второй акт. Бұл бірінші кезең. Екінші негізгі бөлім бұл түрлі кедергілер арқылы жүріп өтетін жол. Екінші актының соңында көрермен кейіпкердің құрдымға кететініне сенуі тиіс. Бірақ кейіпкер күш-жігерін қайта жинап, сол қиындықтарды еңсереді. Ол зұлымдық атаулының бәрін жеңіп, асуларды алады. Оқиға желісіндегі құлдырау кезең басталады. Хикаяны осылай түйіндейсіз. Бірақ зұлым кейіпкер басты рөлдегі кейіпкерден мықты болу тиіс. Харизмасы мен ақылы артық. Осы сәтте көрерменнің көзінше басты кейіпкер одан сайын асқақтай түседі. Умнее, и таким образом у нас герой в глазах зрителей становится еще. Зұлымдық иесі мықты болған сайын бас кейіпкердің бағасы артады ғой. Я, бас кейіпкер оңайлықпен мұратқа жете алмайды. Ну и в завершении нашего разговора... Сұхбатымыздың соңында сізден қазақстандық фильмдер жайлы сұрағымыз келеді. Қандай фильмдерді тамашаладыңыз? Могли бы отметить. Я, наверное, разочарую. Я видел 2 фильма. Мен бар болғаны 2 фильмді тамашалаған екенмін. Рекеттер туындысын көрдім. Өйткені маған көптеген адамдар сол фильмді ұсынды. Көрдім, фильмді ұнаттым. Өте жақсы шыққан. Тура сондай жағдай Ресейде де болғаны жасырын емес. Но в целом то же самое было и в России тогда. Сонымен қатар «Финансист» фильмін көрдім. «Финансист» игра на вылет пе? Я, биржадағы оқиғаларды суреттейтін туынды. Биржа там происходит, какие-то вот эти ставки должны. Допустим, фильмы Нуртаса Адамбая. Ал Нуртас Адамбайдың, Нұрлан Қойынбаевтың фильмдерінше? Нет, пока не видел. Я вот хочу сказать, что я очень уже аккуратно отношусь. Өкінішке орай көрген жоқпын. Мен барша кино өнімдерге сақтықпен қараймын. Ол қазақстандық, ресейлік тіпті шетелдік фильмдер болсын бәрібір. Ең бірінші көңілім қалама деп қорқамын. Үнемі адамның миында бір сюжеттер туындайды емес пе? Сценарий осылай жазылады. Мен фильмді көріп отырған сәттен-ақ ішінде жүремін. Оқиғаның қалай өрбейтіндігін білемін. Мен фильмдерімде тек оқиғаларды суреттеймін. Не болып жатқандығын экраннан көшіріп алып жатқандаймын. Дегенмен сенің сценарий жазуың істің жартысы ғана. Түсіру барысында сен 10 рет түзету жасайсың. Ага, может быть и так сказали, а может быть и так. Вот. Когда ты написал сценарий, это полдела. Ты его еще раз 10 перепишешь. Жақсы, бұл жайлы біз бағдарламамыздың келесі шығарылымында ойланатын боламыз. Көрермендердің есіне сала кетейін. Бүгін бізде қонақта ресейлік продюсер және сценарист Андрей Чевашевский болды. Андрей, келгеніңіз үшін көп рахмет. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кинобизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз араға 10 жыл салып, түпнұсқасындағы актерлық құраммен қайта оралатын Zombieland экшн комедиясының сиквелі жайлы айтамыз. Бүгінге осы, түсірілім алаңында кездескенше.